Қайырлы күн, құрметті көрермен. Алтай Ньюс подкаст жобасы жаңа форматта сіздерге қайта оралып отырмыз. Бүгін бізде кезекті қонағымыз, ерекше тұлғамыз, облыстың құрметті ардагері, қалалық әжелер ұйымының төрайымы, қазіргі таңда Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің музыка кафедрасының аға оқытушысы, ардагер ұстаз Ануза Нұқсынқанқызы, қош келдіңіз. Уақыт бөліп келіп отырғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Келе жатқан 8 наурыз нәзік жандылар мерекесімен құттықтаймыз. Енді көрермендермен жақын таныс болу үшін өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қай өңірдің тумасысыз? Жастық шағыңыз қайда өтті? Қайда білім алдыңыз? Қайырлы таң барлығыңызға. Мен Тарбағатай ауданы Қарасу ауылының тумасымын. 1971 жылы орта мектеп бітіріп, Ақжар халық театрында қызмет істедім. Сол халық театрының жолдамасымен Алматыдағы эстрада цирк өнер студиясының қазақ ССР халық әртісі Жүсіпбек Елебековтің классына қабылданып, оны 75 жылы бітірдім. Содан 75 жылы, 79 жылы осы Өскемен қалалық педагогика институтының музыкалық педагог факультетін бітірдім. Пединституты бітіргеннен бері сол жерде ұстаздық етіп қызмет атқарып келемін. Енді байқағанымызда қоғамдағы рөліңіз сан алуан әрі көп екен. Сол себепті осы 8 наурыз мейрам жақындап келе жатқандықтан қоғамдағы әйелдің рөлі туралы сөйлессек, бүгінгі подкастымыз жас қыздар үшін, аналар үшін пайдалы болса деген ниеттеміз. Осы орайда подкастымызды жалғастырсақ, ендеше сізге алғашқы сұрағымыз. Бүгінде нәзік жандылар тек отбасының ұйытқысы емес, түрлі саланың кәсіби мамандары болып жүр. Сіздің ойыңызша қазіргі таңдағы қоғамдағы әйелдің рөлі қандай? Қоғамдағы әйелдің, ананың рөлі әрине өте үлкен мағыналы. Әйел жүрген жерде ол өзінің енді білген білімін, алған тәрбиесін бір кездесулер болған кезде жастарға айтады, өткен өмір жолын жастарға мағлұмат береді. Содан бір өзінше бір тәлім тәрбие алады жастар деп ойлаймын. Енді қоғамда енді барлық салада ана өзінің міндетін атқару мүмкін емес деп ойлаймын. Өйткені қоғамда да өзгерістер болып тұрады ғой. Сондықтан әрине ана әйел қоғамда өте маңызды орын алады деп ойлаймын. Сіз енді мұғалім ретінде, ана ретінде, жар ретінде қазіргі таңда әже екенсіз. Осының барлығын баланста қалай ұстап тұрасыз? Барлық рөліңізге қалай көңіл бөліп үлгересіз? Қыз бала дүниеге келгеннен кейін әрине тұрмысқа шығасың, балалы боласың. Енді оның кейін ол балаларды оқытасың, жеткізесің, оларға білім бересің, олардың үлкен өмірден жол тауып кетуіне аналық, ұстаздық ықпалыңды бағыттайсың. Сондықтан енді жанұя деген ол бір кішігірім мемлекет қой. Сондықтан балалы болғаннан кейін балаларды тәрбиелеп, оларды дұрыс жолға қоясың. Енді қоғамда жүргеннен кейін қоғамдағы саған сол қоғам берген міндетті атқаруға тырысасың. Және де енді өзім ұстаз болғаннан кейін алдыма келген оқушы ұстаздарға білген білімімді, білген тәрбиемді үйретуге тырысам. Өйткені тәрбие мен білім қатар жүру керек. Тәрбиесіз берілген білім онша маңызды болмайды деп ойлаймын. Сондықтан енді шамамыз келгенше мен ғана емес, енді әйел адамдар көбіне солай тепе-теңдікті ұстауға тырысады деймін. Өзінің бала шағасын, немересін, егер ұстаз болса, студент оқушыларды да бір жақсы жолға қойып, жақсы үлгі көрсетуге тырысады деп ойлаймын. Енді өзіңіз айтып қалғандай, жалпы мұғалім мен ана болуда бір ұқсастық бар сияқты. Екеуінде де тәрбие мен мейірім жатыр. Екеуінің ұқсастығын сіз өзіңіз қалай сезінесіз? Ана мен ұстаз. Өйткені ана енді өзінің баласына тәрбие береді ғой. Оны оқытады, оған өмір жолын көрсетеді. Енді ойлаймын, сондай көп айырмашылық жоқ деп ойлаймын. Өйткені өзің ана болғаннан кейін, ұстаз болғанда алдыңға келген оқушы болсын, студент болсын, оған білгеніңді үйретіп, оған да бір дұрыс жол көрсетуге тырысасың. Өйткені ол балалардың ата-анасы саған сеніп тапсырды ғой. Мынау ұстаз екен, осы ұстазы білім берсе екен балама, енді тәрбиелесе екен деп. Сондықтан енді артық айтпайтын шығармын, енді өз балаларыма қалай қарап, қалай тәрбиелесем, алдыма келген оқушы студенттерге солай тәрбие беруге тырысам. Білгенімді үйретіп, дұрыс жол көрсетуге тырысам. Ал енді қазіргі таңда ұстаздық жолын жаңадан бастап жатқан жас ұстаздарға қандай ақыл берер едіңіз? Жаңадан бастап жатқан ұстаздарға мен былай айтар едім.
5 жыл бойы жоғары мектепте оқып алдыңыздар ғой білім. Соны тек қана теория жүзінде емес, іс жүзінде ана алдыңға келген баланың оның ерекшелігін тани білу керек. Алдыңға келген балаға бәрін бірдей емес. Өйткені оның отырған ол тұлға, алдыңға келген бала. Ол бастауыш сынып болсын, ол жоғары мектеп болсын, алдыңға келіп отырған тұлға ол. Ол оны саған сеніп тапсырды. Сондықтан тек алған теориялық біліміңді ғана оқып, үйретіп кетіп қалуға болмайды деп ойлаймын. Өйткені сол баланың ерекшелігіне қарай сол балаға өзінше бір жол табу керек деп ойлаймын. Жастарға беретінім сол. Жастарға және ол тек қана 4 жыл алған біліммен шектеліп қалмау керек. Өйткені қазір сондай заман, цифрлық заман ғой қазір. Үйрету тоқтатпау керек. Бәрін игеру керек. Жасанды интеллект деп жатырмыз. Цифрлық неше түрлі мағлұматтар бар. Қазір қоғам дамып жатқан заман. Сондықтан жастарға тек қана 5 жылдық, 4 жылдық біліммен теориялық шектеліп қалмай, өзінің білімдерін жетілдіріп, ары қарай білімді бір зиялы қоғамның мүшесі болса екен деп ойлаймын. Осы орайда бір сұрақ туындап тұр. Баланың талантын ашуда, баланың бір оқушының бір жетістікке жетуінде мұғалімнің рөлі қаншалықты деп ойлайсыз? Әлде ол баланың өзіне байланысты ма? Мұғалімнің алатын орны ерекше. Өйткені былай деп айтады енді белгілі ғалымдар, талантсыз бала болмайды дейді. Ол бала дүниеге қазіргі балалар өте білімге ұмтылып тұратын балалар, білгісі келіп тұратын балалар. Сондықтан мұғалімнің алатын орны өте үлкен баланың тәрбиесінде. Ол баланы тек қана алдымен оқушы деп қарамау керек. Оған өзінің білімін жетілдіре отырып, оның да бойындағы қасиетін жетілдіруге атсалысу керек деп ойлаймын. Енді сіздің мұғалімдік жолыңызға ғана тоқталмай, ана ретінде, әже ретінде де сіздің кеңесіңізді алып үлгеріп қалайық. Қазіргі таңда енді сіз шығармашыл адамсыз. Шығармашыл жанның негізі жан дүниесін көп адам түсіне бермейді. Олардың әлемі ерекше. Осы орайда енді қазіргі таңда шығармашылық жолда жүрген қыздар өзіне жар таңдаған кезде неге аса мән беру керек? Енді өнер деген ол қасиетті ұғым. Оны екінің бірі ұға бермейді. Сондықтан мен талапты өнерде жүрген шығармашыл жас қыздарға айтар едім. Жар таңдағанда тек қана тұрмысқа шықсам екен демеңдер. Өйткені қазіргі жастар білімді, жас ұлдар, жігіттер, олар сенің жаныңды түсіну керек. Сенің өнеріңді қадірлей білу керек. Сенің жеке басыңды қадірлей білу керек. Екеуіңнің кішкене көзқарастарың бірдей болу керек. Мен солай ойлаймын. Қазіргі таңда енді қазақ жігіттерінде бар. Шығармашылық жолда жүрген қыздарды үйге отырғызғылары келеді. Осындай жігіттерге не айтасыз? Немесе қыздарға ондай жігітті таңдаған дұрыс па, дұрыс емес пе? Енді таңдаған кезде қайдан білейін, енді кезік қалады ғой, жастар ғой, сезімге беріледі. Сондықтан кішкене өзінің ішкі жан дүниесін тыңдаса деп ойлаймын. Адам өзінің ішкі жан дүниесі кейде бір айтады адамға. Ал жастар енді лапылдап тұр ғой, сезімге беріліп кетеді. Сондықтан айтар едім, енді кездескен жас жігіт, жоқ сен мына өнеріңді қой, үйде отыр деп айтса, онда кішкене ойлану керек деп ойлаймын. Мен тұра алам ба, жоқ па, мынаған менің өзім арқылы кішкене ықпал ете алам ба деп ойлану керек деп ойлаймын. Енді жоқ, оқпа деп айта алмаймын. Өйткені енді ол мүмкін сөйтіп айтып қалар, оның кейін может түсінетін шығар. Қалай өзін көрсетеді ана қыз бала. Сонан кейін барып, кішкене енді әрине өзінің шығармашыл адаммен тұру деген ол оңай емес. Сонда да енді үйде отыр деген айтқан кезде кішкене ойлану керек деп ойлаймын. Енді сол жаңа қыздарымыз тұрмысқа шықты делік. Сосын декреттік демалысқа шығып жатады. Декреттік демалыс кезінде өзін жоғалтпау, немесе декреттік демалыстан шыққаннан кейін бірден қайтадан өзінің қоғамдағы рөлін қалыптастыру жайында айтып өтсеңіз. Ол қалай орын алу керек, немесе қалай әйел адам өзін жоғалтпау керек? Енді әрине жас баланы
бағып қағу деген 4 ұйқысын 4 бөліп, оны ана сүтімен асырау дегеннің өзі бір физикалық тұрғыдан да ауыр ғой ол. Ол денсаулығына да әсер етеді. Сондықтан енді бала 1 жасқа дейін әрине қиындау тиеді. Содан кейін енді жастар қазір мүмкіншілік көп қой. Өзін-өзі келтіруге кішкене өзін-өзі тәрбиелеп, алған білімін жоғалтпай, баланы да тәрбиелеп, өзінде тәрбиелеп, қосылған қосағында бірге өзімен алып өзін-өзі келуге ұмтылу керек деп ойлаймын. Осы өзін-өзі келтіруге ұмтылған кезде менің ойымша уақыттың зор үлесі бар, уақытты дұрыс пайдалану керек. Қазіргі замандағы біздің уақытымыздағы ең үлкен ресурс ол уақыт. Ал сіз өзіңіздің уақытыңызды қалай тиімді пайдаланасыз? Өзіңіздің лайфхактарыңыз бар ма? Енді өзімнің тәжірибем бойынша мен егер бір нәрсені жоспарласам, содан нәтиже көргенше өзімді өзім қамшылап, өзім есеп беріп отыратын адам. Енді сондықтан жастарға да солай деп ойлаймын. Немқұрайды қарамау керек. Өйткені өмір деген өте шығады. Мен осы қалаға келгенде 20 жаста болатынмын. Өмірлеріңді адамға ең керек өмір мен уақыт, оның кейін денсаулық. Осы үшеуін есінде сақтаса, жастар көп мақсаттарын орындайды деп ойлаймын. Енді денсаулық деп айтып қалдыңыз. Денсаулықты күту. Өзіңіздің қандай да бір лайфхактарыңыз бар ма? Және де осы орайда бір сұрақ. Денсаулықты физикалық тұрғыдан ғана күтуден қарағанда, психологиялық тұрғыдан да, эмоциялық тұрғыдан да әрбір адам өзінің денсаулығын күте алу керек. Соған байланысты қандай кеңестеріңіз бар? Енді кеңесім не айтайын? Әрине жас кезімізде біз көп ойланбаймыз. Өйткені ойлаймыз бір мәңгілік жасайтын шығармыз деп. Ол бастан өтті. Енді менің беретін кеңесім ашуланбау керек, кек сақтамау керек, көре алмаушылық деген болмау керек. Адам өзін кең пейілді, кішкене өмірдің мағынасын түсінсе, оның жасында да жақсы адамдар болады. Одан кейін адамға ең керегі дұрыс тамақтану керек. Өйткені дұрыс тамақтану керек, соның ұйқысы дұрыс болу керек. Содан кейін ол адамның отбасында болсын, енді жұмыста да болсын, маңайында кішкене түсінушілік болу керек деп ойлаймын. Өйткені адам шуланып, стресске беріліп жүрсе, онда денсаулыққа өте зиян ол. Сондықтан қанша айтқанмен енді біз мәңгілік емеспіз ғой. Мынау бір қамшының сабындай қысқа ғұмырда берген білімімізді, ақыл ойымызды, мінезімізді дұрыс жолға қойып, жас күндеріңізден бастап денсаулықты сақтауды ойлау керек. Өйткені қазір қоғамда тамақтану үшін енді көп мағлұматтар беріле қоймайды. Өйткені қазір жастар фастфудтың дәмін жақсы көреді. Көбіне солай қоғамдық жерде барып не жейді, оның бәрі қазір білінбейді жас күндеріңде. Ол кейін білінеді. 45-тен 50-ге таяған кезде оның бәрі білінеді. Сондықтан жастарға кеңесім, дұрыс тамақтаныңыздар, ұйқыларыңыз тыныш болсын, адам болуды ойлаңыздар, мінездеріңіз көріктеріңізге сай болсын, жақсылық ойлаңыздар. Енді сіз музыка саласында еңбек етіп келе жатқандықтан, музыкалық эмоцияға толы сала. Балалармен жұмыс істеуде де үлкен энергияны талап етеді. Мысалы, шаршаған немесе күйзеліске түсіп кеткен сәттерде өзіңізді қалай қайтадан қалыпқа келтіресіз? Оған мен былай деп жауап берейін. Музыка деген бұл өте керек нәрсе адамдардың барлығына, балаларға да. Өйткені музыканың несі, мына қазіргі заманда айтып жатыр, балаларыңызды музыкаға беріңіздер деп. Өйткені музыкамен айланысып, музыканы тыңдаған адамның мына миындағы есте сақтау қабілеті өте жоғары болады. Және мына музыка адамның көңіл күйіне жақсы әсер етеді. Сондықтан қандай, білмеймін, мен өзім тез бір ренжіп отырсам да, егер маған осы кезде ана балаға үйретуім керек болса, мен сол қайтадан өзімді өзім қамшылап, қайтадан сол көңілді күйге түсіп, білетін әнімді, музыкамды үйретіп жіберемін. Ұстаз ретінде тағы бір сұрақ өзімді қатты қызықтырады. Енді балаларды музыкаға беру керек деп айтып қалдыңыз ғой. Осы талантты балаға Құдай бере ме, әлде оны аша алу керек пе? Мысалы, менің музыкалық слухым жоқ. Әлде оны маған ашып алуға әлде менің мүмкіндіктерім бар ма? Музыкалық слух жоқ деп айтпаңыз. Өйткені сіз бәрібір міне жан жақтағы құстың ән айтқанын, желдің ызыңдағанын, боранның соққанын естисіз ғой. Оның бәрі есту қабілетіңіз.
талантсыз бала болмайды. Егер шын пейіл қойып, мен осыны үйренсем ғой, ән айтқым келіп тұр, не болмаса тіпті классикалық музыка тыңдайыншы мен деп кішкене қабілет болса, балалардың бәрін тәрбиелеуге болады. Ол тек қана музыка емес, биге беруге болады. Хормен ән айтқанда балалардың ұжымдық психологиясы қалыптасады. Ал жеке ән айтқанда ол өзін тұлға ретінде сезінеді. Музыканың әсері өте көп. Енді айтып жатады ғой, нейрофизиологтар мынау Черниговский деген айтады тоже. Балаларды беріңіздер музыкаға деп. Мына нейрондарына өте көп әсер етеді. Есе сақтау қабілеттері жақсы болады. Музыканы тыңдап даже өскен бала, музыкамен шұғылданып өскен бала деп. Сондықтан талантсыз адам талантсыз бала болмайды. Музыканы тыңдау керек, ән айту керек, шамаларың келгенше үйрену керек. Енді сіз қаншама жыл ұстаздық етіп атқарып келесіз. Осы орайда менде бір сұрақ. Ең бірінші өзіңіздің мұғалім болып бастаған оқушыларыңызбен қазіргі таңдағы, енді аралары бір шама жас қой. Ең бірінші оқушыларыңызбен қазіргі оқушыларыңыздың, яғни ұрпақтың өзіндік бір ерекшеліктері бар ма? Айырмашылықтар немесе? Енді айырмашылық дегенде мен 25 жасымда пединститутқа қалдырды, академиялық вокалдан сабақ берді. Ол кезде мына Ресейдің балалары музыкалық 7 жыл музыка мектебін, 4 жыл колледж бітірген Рубцовск, Барнауыл, Тара деген қаланың балалары болды. Әрине мен олар енді музыканың енді уже бір орта деңгейін егеріп қалған балалар. Олар енді мықты болды. Оның кейін мынау 2000 жылдан бастап кішкене енді нарықтық экономика дейміз бе, балалардың барлығы сол әлгі құқықтық экономикаға кетті де, музыкаға көп көңіл бөлмеді. Сонда ерекшеліктер байқалды. Өйткені енді кереметтер олар Астана консерваторияға кетіп қалатын болды. Сонда енді біз аламыз ғой балаларды, әрине үйретеміз. Кішкене олар қалай деп айтсам екен, кішкене нотаға келгенде қиналады. Өйткені өздеріңіз білесіздер, 90 жылдары ауылдарда музыка мектептері жабылып қалған болды. Олар музыкалық білім ала алмады. Сонда кішкене сондай бір ерекшеліктер болды. Кәсіби. Одан артық басқа осы кездегі жастарда өте әнші, күйші, керемет дауыстары қазіргі жастардың. Осы домбырада да ән айтады. Әнге деген құштарлықтар өте көп. Ал енді психологиялық тұрғыдан немесе олардың өмірге деген көзқарастарынан бір ерекшеліктер байқайсыз ба? Енді қазіргі жастар білімге ұмтылып тұрады, білгілері келеді. Қазіргі жастардың айырмашылығы бұрынғы жастарға қарағанда өте білгілері келіп тұрады. Білімге құштарлықтары бар. Әрине енді жас болғаннан кейін кішкене кейде бір көп білім саласында көп бастарын қатыра бергісі келмей бір жеңіл жол іздейтіндер де болады, онсыз болмайды, ол өмір. Ал енді жалпы жастар жаман емес, қазіргі жастар. Өте білімге құштар, үйренгілері келіп тұрады, білгілері келіп тұрады, сол айырмашылық. Енді жалпы кейде әйел өзіне тым қатал сыншы болады. Мен мінсіз әйел болсам екен, мінсіз маман болсам екен деп жатады. Ал өзіңізді жақсы ана немесе жақсы маман ретінде өзіңізді қалай өлшейсіз? Сіз өзіңізді жақсы анамын деп ойлайсыз, әлде жақсы ұстазбын деп ойлайсыз? Өзіңізге қайсысы жақынырақ? Мен өзімді жақсы анамын деп әрине санаймын. Өйткені 3 баланың анасымын. Өзімді жақсы әжемін деп те санаймын. Өйткені санамай-ақ қояйын, енді немерелерім бар, Құдайға шүкір. Енді жақсы ұстазбын деп те санай аламын. Өйткені мен осы уақытқа дейін әлі сабақ беріп келем. Мектепте де мына 10 жыл мен музыка пәнінен сабақ бердім. Университетте істеп жүріп, классикалық музыкадан жетекшілік жасадым. Айрықша лицей бар ғой, мына Аврорада. Ауылдың өте жақсы оқитын балаларына кеп тәрбиелейді ғой. Сонда енді олар физика-математикалық лицей. Сонда мен 3 рет әндеткеннен кейін олар менің даусымнан әнді қағып алады. Сонда өзім ойладым, мен дауыс арқылы үйрететін ұстаз екем. Өйткені менің айтқан әнімді қағып алады. Сол өзімдің бір ерекшелігім деп ойлаймын. Өйткені енді кейбіреу
алдымен отырып текстін жаттатқызады, нотасын үйретеді. Мен сол бір-екі рет қайталатам, олар қағып алады менің дауысымнан. Соны өзім ойлаймын, бұл да бір Алланың берген сый шығар деп. Сіздің аналық рөліңізге тоқталдық, ұстаздық жолыңызға тоқталдық. Енді әже ретінде, қазір енді бірінші рет әже болып жатқан, енді бірінші рет немересін қолдарына алып отырған жас әжелерге қандай ақыл айтасыз? Қазіргі таңда немерелерді қалай тәрбиелеу керек, неге баса назар аудару керек? Жас аналарға айтарым, әже болған кезде кішкене өзіңді өзің ұмытып кету керек. Өйткені жоқ, менің уақытым жоқ, өздерің қараңдар деуге болмайды. Уақытың болса, не де болса немереңе көңіл бөлген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені немереңе керемет өзіңнің апалық сезіміңді арнасаң, қызың болсын, күйеу балаң болсын, ұл мен келінің болсын, олар да риза болады. Ал егер жоқ, уақытым жоқ десең, олар да кішкене ренжіп қалады. Өйткені мен тәжірибемнен айтып отырмын. Мен өйткені өзімнің немерелерім алды, міне биыл университет бітіреді, арты балабақшада. Сондықтан солардың әр возрастағы немеремен әрже болғаннан кейін солардың өзіңнің айтқаныңды істету емес, солардың көзқарасымен қарау керек. Өйткені қазіргі немерелердің де өмірге танымы, психологиясы басқа. Оларға тоталитарный жүйемен істете алмайсыз. Олардың көзқарасымен қарау керек. Өйткені вообще балаң болса, балалардың да көзқарасымен қарау керек. Мына содан кейін дұрыс емес жерін ақырын ғана оның намысына тимей жөндеу керек. Немерелеріңмен де солай істеу керек. Сонда немерелерің әжесін жақсы көреді. Ал келін мен ене, енді ене деген рөліңіз де бар екен, осы жаңа есіме түсіп отыр. Келін мен ененің арасында байланысты қалай жақсы ұстап тұруға болады? Енді біз келініміз екеміз өте татумыз. Мен енді ақыл көйсіп, ондай істемеймін. Алдымен келін тыңдап алам мен. Ол әңгімесінде нені жоспарлап тұрғанын, менен не талап етіп тұрған ақырын ғана мен байқаймын. Содан кейін барып, ақырын соның пікірін қолдай отырып, қай жерінде келіспегенімді ақырын ғана білдіремін. Чтоб ренжіп қалмасын деп. Келінімізбен біз өте татумыз. Өйткені мен келінімді сыйламасам, ұлымды сыйламаған болады ғой. Өйткені мен ұлымның ол таңдап алған жары. Егер мен келініме көзқарасым дұрыс болмаса, ол менің ұлымды сыйламайды ғой. Мен ұлыма да айтам, сен оны қадірле, сен оны қадірлесең, сен өмір бойы жас болып тұрмайсың. Ертең ол есіне түседі десем, күледі, жарайды, қабылдаймын ақылың деп. Яғни ақырын сөйлеу, жұмсақ сөйлеу, астарлап жеткізу деген басымдық бересіз. Оларға бұйрықпен қазіргі жастарды мен өзім тәжірибемде солай. Енді міне бізде 8 наурыз әйелдер мерекесі жақындап қалды. Енді көбінесе гүл алып жатамыз, шоколадтар, сыйлықтар алып жатамыз. Ал сіздің ойыңызша шын еңбектің бағалануы қалай? Мен өзім балаларыма былай айтам. Олар да айтады, енді не сыйласақ? Мен айтам, өздерің осылай жарқырап, дендерің сау болып, жұмыстарыңды істеп, аман есен болыңдар, соның өзі маған көп сыйлық деп айтам. Сондықтан мен де ойлаймын, енді әрине сыйлық ұсынған жақсы ғой, ол көңілің көтеріліп қалады, адам көңілі бөледі. Негізінде енді жұмыста адамды маман ретінде қадірлесе, соның өзі жақсы. Ұстаз ретінде сені қадірлесе, балаңды бала ретінде қадірлесең, балаң сені ана ретінде, ата ретінде қадірлесе, сол да өте көп сыйлық деп ойлаймын. Ендеше біздің уақытымыз да өз мәресіне жақындап қалды. Осы орайда қыз келіншектерді келе жатқан мерекесімен құттықтап, және өзіңіздің әжелік, аналық ақылыңызды айта кетсеңіз. Енді келе жатқан мынау аналар мерекесі құтты болсын. Алып да, батыр да барлығы анадан туады дейді. Ана бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді дейді. Сондықтан жас қыздар, жас келіндер, аналар, барлығыңызға бейбітшілік тілеймін. Ел іргесі тыныш болсын. Аналарға айтарым, балашаға немере қызығын көрсін. Жас қыздар өмірден өз жолдарын тауып, білімін жетілдіріп,
маңдайларына Алла тағала бақ берсін, Алланың берері мол болсын, бақытты болсын. Ануза ханым, біздің эфирімізге келіп, уақытыңызды бөліп келіп отырғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің подкастымызда өз мәресіне жетіп қалды. Бүгін өте бір пайдалы подкаст, салиқалы әңгіме болды деген ойдамын. Алтай Ньюс подкаст жобасы осымен өз мәресіне жетті. Тағы да келгеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Бағдарламамыз аяқталды. Қоштасамыз. Сіздерге де мені осылай шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Бақытты болыңыздар, бай қуатты болыңыздар.